Селода ашық жүргендер тоғышарлар, фашистерге қайтсем де жағам деп жүргендер, ал өзіміздің кеңес үкіметін жақсы көретіндерден ашық жүргендер жоқ. Қоршауда қалып, үйлеріне келген жастардың барлығы әлі көшеге шыға қойған жоқ. Осында жақсы жігіттер де бар. Олар туралы кейін айтам, деді қарт, балаларға күдіктене қарап. Өзінің әке-шешесінің бұрынғыдай кеңес үкіметіне берілген күйінде қалғанына Анна Ивановна қатты қуанып, бар ықылас денімен риза болып, өзін шын бақыттымын деп есептеді осы кез. Майданнан не хабар бар, папа? Қызыл армия қай жерге дейін шегініпті, деп сұрады Анна Ивановна. Днепрде дейді ғой майдан. Олейниктің баласы келген екен. Сол біздің армия Днепрдің сол жағында, ал немістер оң жағында. Немістерді ары қарай өткізбей тұр деп келіпті. Кім білсін, деп жауап берді қарт. Папа, уайымдама, бұл уақытша ғана шегіну ғой. 1812 жылы Наполеон да Москваға дейін барып, оны алып та қойған. Артынан не болды? Бар солдатын тастап өзі әзер құтылмап еді. Бұл Гитлер де соның аяғын құшады. Қызыл армия жеңіледі. Совет халқы фашистер алдында тізе бүгеді деген лақапқа еш уақытта сенуге болмайды, деп Анна Ивановна қыза сөйледі. Аночка, қайдан білейін, бізге көп мемлекет жабылып кетті ғой, деп күрсінді қарт. Жабылғанмен олар өз еріктерімен жабылып жатқан жоқ. Оларды да Гитлер жаулап алды ғой. Демек, ол мемлекеттердің халықтары да біздің кеңес халқы сияқты өздерінің отандарын азат ету үшін күреседі. Тарихта талай елді жаулап алған, бірақ жауланған елдің халқы әділеттік соғыс ашып, өз отанын азат еткен. Демек, біз де өз отанымызды азат етеміз. Олар да өз отанын азат етеді, деді Анна Ивановна өзінің көкейіндегі көптен бергі ойын ақтарып. Кешегі күле қараған өмір енді аяқ астынан қабағын түйіп күңіреніп өтіп жатты. Біреуден біреу қорқады, біреуге біреу сенбейді. Өйтпеске лаж жоқ. Неміс комендантының бұйрығы бойынша селодан ешкім шашау шықпайды. Түнде селода полициялардан басқа ешкімнің үйден шығуға құқығы жоқ. Орманда ұсталған адамдар сол жерде қолма-қол атылады. Коммунистер мен активтерді атып, асып жатыр. Адам құқығын қорғайтын заң жоқ. Басқыншыларды былай қойғанда, сатқын боп алған староста, полицайлар халыққа не істеймін десе де ерікті. Олардың қолдарын ешкім қақпайды. Көңілдеріне жақпағандарды атуға да, асуға да, дүре соғуға да, мал мүлкін тонап алуға да құқылы. Бір сөзбен айтқанда, халық правасыз, заңсыз өмір кешіп жатты. Анна Ивановна Тамараны 3-4 күннен кейін көрді. Есік алдында кір жуып жатқан Анна Ивановнаны көріп, Тамараның өзі бұрылғанды. Амандасып тұрып ол, қашан келдің, деп сұрады. Осы жаңа ғана, деп жауап берді Анна Ивановна. Сол сәтте Серік пен Борис үйден шыға келді. Мыналар кімнің балалары, деп Тамара шегір көзімен балаларды түйреп өтті. Өзімнің балаларым ғой, дей салды Анна Ивановна Тамараға жирене қарап. Сенде бала біреу-ақ емес пе еді? Жоқ, екеу, деді Анна Ивановна. Осы тұста жаман айтпай жақсы жоқ, комиссардың әйелі деп мені осы Тамараның өзі ұстап бермесін деген жаман ойда сап ете түсті. Тамара ұзақ тұрмады. Бұрынғыдай емес, салқын ғана сөйлесіп, село орталығына қарай жүріп кетті. 200-ді азғын, сен де кеңес үкіметі тегін оқытып тәрбиеледі-ау, соны ақтағаның, қадірін білгенің осы ма? Деп күбірледі Анна Ивановна, оның соңынан қарап тұрып. Анна Ивановнаның ойлаған күдігі Тамараның залымдық әрекетінің үстінен дәл шықты. Оның кеткеніне 2 сағат өтпей-ақ Анна Ивановна 2 балаңызбен комендантқа келіңіз деген шақыру қағаз алды. Ол не істерін білмей сасып қалды. Бірақ амал не, бармаса болмайды. 2 баланы ертіп комендантқа келді. Комендант бұрынғы орта мектеп үйіне орналасыпты. Мұғалімдер бөлмесі есігінің алдына қолына винтовка ұстап тұрған полицай. Аня, аман ба, деді. Анна Ивановна оған ала көзімен бір қарады да жауап қатпады. Полицай ыңғайсызданып қалды да теріс айналып кетті. Совет үкіметі тұсында бригадир болып жүруші еді. Бұл сұм енді полицай болып, неміс полицайының кебінін киіп,
Өзгере қалыпты ғой, сатылған 200-ді деп, Анна естілер-естілмес қылып күбір ете түсті де, комендант кабинетінің есігін ашты. Үстіне көк шұға жапқан төрдегі ұзын стол басында отырған ат жақты, көзілдірікті, ұзын бойлы неміс Анна Ивановна мен екі балаға көзілдірігінің үстінен сүзе қарады. Неміс офицерінің сол жағында отырған ақ сары мосқал әйел, «Фамилияңыз кім?» деп сұрады орыс тілінде. «Полищук» деп қана солғын жауап берді Анна Ивановна. Оның көзі офицердің артқы жағындағы қабырғада ілулі тұрған Гитлердің суретінің астына жазылған «Гитлер азат етуші» деген орыс тіліндегі жазуды шалып қалғанда жүрегі су ете түсті. Бұл жауыздың түрі осында екен ғой деп ойлады ол ішінен. Сол сәтте осыдан 2-3 күн бұрын өз көзімен жол жөнекей көрген бұл азат етушінің кісі өлтіргіштерінің айуандықтары бірінен соң бірі түйдектеліп, Аннаның ой елесіне келе қалып, енді оның көзі суреттен сүрініп кетті. Көзіне елестеп, ойына оралған бұл көріністерден де қашқалақтағандай болған Анна Ивановнаның көзі қарсы алдындағы офицерге, онан тілмаш әйелге амалсыз келіп тірелді. «Комиссар Савченконың зайыбы емессіз бе?» деп тілмаш әйел сиқырлана күлді. «Иә, бұрынғы күйеуім комиссар екені рас, бірақ онан айырылып кеткеніме 11 жыл болды. Қазіргі күйеуім паровоз машинисі, ұлты қазақ, одан бір балам бар. Мынау бала соңғы күйеуімнен» деп Анна Ивановна серікті нұсқады. Неміс офицері орнынан тұрып, өшіп қалған шылымын қайта тұтатты да, не дейді дегендей тілмаш әйелден немісше бірдемелерді сұрады. Тілмаш әйел Анна Ивановна мен екі баланы алма кезек нұсқап немісше сөйлеп кетті. Тілмаш сөзін аяқтаған кезде офицер қосауыз мылтықтың аузындай шүңірейіп кеткен көзіне көзілдірігін баса түсіп серікке қарады. Серік те оған тайсалмай кектене қарай қалды. Комендант тілмаш әйелге қарап, басын шайқап, бірдемелерді айтып, ашу шақырып айқайлай бастады. Оның даусы қатты шыққан сайын, оң жағында жатқан тік құлақ үлкен қара сұр ит иесіне елең етіп, әлдебір әмір күткендей тілін шығарып тамсанып қояды. Иесі «Хайт» десе, Анна Ивановна мен екі баланы ала түсетіндей, кейде ырылдап, кейде қозғалақтап оларға да қарайды. Комендант даусы бәсеңдей берген кезде, «Сіз өтірік айтасыз. Комендант қолындағы мәлімет бойынша сіз комиссар Савченконың әйелісіз. Өзіңіз коммунистсіз. Неге жасырасыз? Шыныңызды айтыңыз. Бәрібір шыныңызды айтқызады. Айтыңыз шыныңызды» деп тілмаш әйел комендантқа қарап қойып. «Шыным сол, шынымды айттым» деп қысқа жауап қатты Анна Ивановна. «Онда өз обалыңыз өзіңізге болсын. Пан комендантқа шыныңызды айтқаныңыз жөн болатын еді. Бәрібір айтқызамыз» деп тілмаш әйел комендантқа бар денесімен бұрылып, немісше бірдемелерді мыңқылдап айта бастады. Бірақ комендант оның сөзінің аяғын тыңдамастан айқайлап орнынан атып тұрды. Жанындағы жәрдемші иті де ыр ете түсті. Сол кезде Борис пен Серік шошып кетті. Комендант Анна Ивановнаға жақындап барып, оң қолының сұқ саусағын шошайтып, «Большевик, комиссар» деп тебінді. Анна Ивановна тіл қатпады. Ит Анна Ивановнаға төніп келіп қалған сәтте, ең алдымен өзім қабайын, итті ұстайып тұр дегендей тілмашына белгі берді. Тілмаш әйел итті қарғыбауынан екі қолымен ұстай алып, кейін тартты. Екі бала үрейі ұшып, не істерін білмей тұр. Ашуға булығып, екі көзі қанталап кеткен жендет Анна Ивановнаны бар пәрменімен жақтан салып жіберді. Сол кезде «Мама» деп Серік бар даусымен айқайлап жіберді де, бетін алақанымен баса қойды. Борис те баж ете түсті. Залым комендант Серікке жетіп барып, «Мама, мама» деп қабырғаға сүйеніп тұрған Анна Ивановнаны нұсқады. Серік енді өзін ұрады екен деп, тағы «Мама» деп баж ете түсті. Сонда ғана комендант шегініп, стол басына барып тілмаш әйелге бірдеңелерді айтқандай болды. Ол әйел «Білмеймін» дегенде екі иығын қусырып, басын шайқады. Серік өз мамасынан айырылып, Анна Ивановнаға ергелі көп уақыт өткенді. Ол Борис не десе сол деп Анна Ивановнаны «Мама» деп кеткен еді. Енді, міне,
Анна Ивановнаға жендеттің қанды қолы тиген сәтте бір кезде өз мамасының жан түршігерлік өлімін көріп, үрей болып қалған бала енді Анна Ивановнаны да өлтіреді екен деп мамалап тыпыршыған себебі сол еді. Тілмаш әйел иттің қарғыбауын босатып қоя беріп, Серікті өзіне шақырды. Серік көзінің жасын сүртіп, аяғын ақырын басып, оған жақындады. «Мынау сенің мамаң ба?» деп сұрады. «Мамам, менің мамам», деп іркілмей жауап берді Серік. Серік жауабы соққы көріп тұрған ана жанына ерекше бір қозғау салғандай еді осы кез. Бала мінезі, бала өжеттігі Анна Ивановнаны да жігерлендіре түскендей болды. Тілмаш әйел комендантқа, комендант оған қарап қалды. Сәлден соң комендант екі баланы нұсқап, бірдемелерді тілмашқа айтты да, тұтқындарға осы айтқанымды түсіндір дегендей иек қақты. Жетісіне бір рет келіп, осындағы комендант көмекшісіндегі тізім книгесіне өзіңіздің осында екендігіңізге белгі жасатып отырсын дейді. Пан комендант, қазір жүре беруіңізге болады, деді тілмаш әйел. Анна Ивановна екі баласын ертіп сыртқа шықса, комендатураға қарай Тамара келе жатыр екен. Сатқынды атарға оғы болмай, асарға шамасы болмаған Анна Ивановна Тамараға оқты көзімен бір қарады да тіс жармай өте шықты. Азғын Тамара, менің кім екенімді енді білген шығарсың. Мен өмірдің бағасын білем. Сендер сияқты азап шекпей-ақ күнімді көре аламын. Қазір сен кім, мен кім? Менің бағам неміс офицерлерінің арасында сенен 1000 есе артық. Сен менің алақанымдасың. Қызыл комиссардың әйелі болған сені мен әлі талай рет неміс офицерлеріне ұстатам да, талай рет сыбағаңды тартқызам. Сенің маған бас игің келмейді екен ғой. Келмесе, не боларыңды білмей қаларсың деген зымиянды көзқарасын тастап, сайқалдана жүріп бара жатты. Арада 3 күн өткен соң, Анна Ивановнаны екі баласымен комендант тағы шақырды. Мұның тағы да Тамарадан келген бәле екенін сезе қойған Анна Ивановна барарын да, бармасын да білмей дал болып отырған шағында бақ жақтағы терезені біреу қақты. Жүйрік сезім күші жетегіне алған Анна Ивановна өз адамдарының бірі екенін бірден түсініп терезеге келсе, ойлағандай-ақ Полина Петровна екен. Ол терезенің тесігіне аузын төседі де: «Аня, саған Борис Андреевич селодан тез кетсін деп сәлем айтты. Комендант сені бүгін тұтқынға алмақшы. Уақыт өткізбе, тез кет», деп қоштасқандай қол бұлғады да баққа қарай жүгіре жөнелді. Анна Ивановна апыл-ғұпыл жиналып, Серік пен Бористі ертіп, бақ ішімен селодан шығып кетті. Аудандық астыртын ұйымының басшыларының бірі Борис Андреевич Олейниктің байланысшысы Алексей сол күні Анна Ивановналарды екінші селодағы күні бұрын әзірлеп қойған жасырын үйге әкеліп кіргізіп кетті. Үйдің иесі жоқ екен. Оларды 30-дарға жаңа келген жас әйел жылы шыраймен қарсы алды. Бұл астыртын ұйымның мүшесі Николай Михайлович Абраменконың зайыбы Мария Николаевна еді. Жүздері таныс болмаса да, жүректері таныс, бір тілек, бір мақсаттағы абзал жандар бір-бірімен қысқаша амандасып болған соң, Мария Николаевна: «Үйдің қожасы ертең келеді, әзірше дем алыңдар», деп жаңа таныстарын ортадағы бөлмеге ертіп келді. Ол терезеге күдіктене қарап қойды да: «Анна Ивановна, ғафу етерсіз, үйде болу өте қауіпті. Полициялар бұл үйге күнде неше келеді. Фашистердің жасырын агенттері бұл селода да аз емес. Сіздерді қарсы болмасаңыз жайлы қонысқа қондырайын деп тұрмын» дегенді айтты. «Қарсылығым жоқ», деп Анна Ивановна келісімін берді. «Онда жүріңіздер», деп Мария қабырғадағы темір киім ілгішті жоғары қарай көтеріп қалып еді. Кісі көлденең сиярлықтай есік ары қарай ашылып кетті. Сонан кейін әлгі енсіз есікті жапты да, қолындағы фонарды жағып, тар екі қабырғаның аралығымен 2-3 метрдей жүріп келіп, «Енді байқап жүріңіздер», деп ескертті. Баспалдақпен төмен 2-3 метр түскен соң, Мария сол жақ қабырғаға фонарының жарығын түсіріп, бір қуыстан 10-дық керосин шам алып, Анна Ивановнаға ұстата берді. Соң қалтасынан сіріңке алып, шамды жақты. Бұл орынды көргенде Анна Ивановна шынында да мынау жайлы қоныс екен деді ішінен. 25-26 шаршы метрдей астына құрғақ сабан төселген жер үй.
Ортасында үлкен стол, оның айналасында 4 орындық тұр. Үйдің бір жағына тақтайдан 6-7 кісілік нар салынған. Нардың үстінде ішіне сабан толтырылған жалпақ 4 матрас, 4 жастық жатыр. Екінші бір қабырғасында 10 шақты карабин сүйеулі тұр. Оның қасында 2 жәшік мылтық патроны мен 5-6 кездік жатыр. Стол үстінде қатқан нан кесектері мен 4 кружка, бір үлкен құмыра тұр. Осыған қарап Анна Ивановна, мұнда талай патриоттар келіп кетіп жүреді екен ғой, деген ойға келді. Шынында да жайлы қоныс екен, деді Анна Ивановна орындыққа отыра беріп. Солай ма? Олай болса жайғасып демала беріңіздер. Балалардың қарындары ашқан шығар, тамақ әкелейін. Анна Ивановна, түсінесіз ғой, сақ болу керек. Егер сондай бір қауіпті жағдай кездесе қалса, біз сізге мына сым арқылы белгі береміз, деп қабырғадағы сары жез сымды ұстап көрсетті. Онда сіздер анау есік арқылы осы арадан 100 метр қашықтықтағы бақ ішінен шығып кетулеріңізге болады, деп бұрыштағы кішкене есікті нұсқады. Ол жолды кейін көрсетерміз дегенді айтты да Мария кетіп қалды. 2 күн бір қалыпты оңаша тыныштықта өтті. 3-ші күні үстіңгі жақтан сым арқылы өзіміз қауіптенбеңіз деген белгі берді де жер үйге 2 адам кіріп келді. Бірі орта бойлы, ашаң, жасы 40-тарда. Ол өзін Абраменко деп таныстырды. Екіншісі беті бұжыр, қара торы жас жігіт. Ол өзін Шевченко деп таныстырды. Екеуі Анна Ивановнамен амандасып болған соң, дереу кенеп қаптағы радио қабылдағыштың азығын алып, бұрыштағы орындықтың үстінде тұрған радио қабылдағышты айналдыра бастады. Серік пен Борис те нардан түсіп, олардың қасына барды. Москвадан хабар естігілерін келеме, деді балаларға Шевченко қабылдағышты түзеп жатып. 2 бала осы кісі шын айтып тұрма дегендей аңырып тұрып қалды да, әрине естігіміз келеді десіп қосарлана жауап берді. Ендеше маған болысыңдар, мына сымды осылай ұстап тұршы біреуің. Серік сымды 2 қолымен ұстай алды. Маған көмекшілер табылды. Николай Михайлович, әлгі Мария машинкасын дайындай берсін. Қазір жарты сағаттан кейін хабарды тыңдау керек, деп Шевченко қол сағатына қарап қойды. Абраменко жер үйден асығыс шығып кетті. Шевченко қабылдағышты жөндеп болып, оны белгілі бір толқынға дәлдеп жатқанда, Николай Михайлович пен Мария да кірді. Бір кезде радио қабылдағыш үні «Москваны тыңдаңыздар» деп барып кілт үзіліп кетті. Хабарды стенографиялағалы отырған Мария не болды дегендей Шевченкоға сұраулы түрде қарай қалды. Шевченко радио қабылдағышты тағы дәлдей бастады. Кенет қабылдағышта Левитанның мол, екпінді даусы теңіз толқынындай бірде жоғары көтеріліп, бірде төмен ырғақпен саңқылдай ағытылып кетті. Айбынды Қызыл армия жаудың таңдаулы дивизияларын талқандады. Курск қаласы үшін кескілескен ұрыстан кейін стратегиялық жағдаймен оны уақытша жау қолына қалдырып кетуге тура келді деген жерлерге келгенде, уақытша жау қолына қалдырып кетуге тура келді деген Левитанның солғындау сөздерін Анна Ивановна қабылдағышқа қарап тұрып 2-3 рет қайталап айтты. Серік пен Борис те мамаларына қарап жабығып қалды. Диктордың сөзі аяқталып, қабылдағышта ызың пайда болды. Мария дереу жазып алған түсініксіз сызықтарға толы дәптерін жазу машинкасының сол жақ жанына қойып Шевченкоға қарады. Ол баса бер дегендей иек қақты. Шырт ұйқыда жатқан Серік әлденеден оянып кетіп жан-жағына қараса, Анна Ивановна әлі келген жоқ екен. Борис етпетінен түсіп ұйықтап жатыр. Серік Бориске жақындап барып, оны түртіп оятты да: «Мамам әлі келмеген бе?» деп сұрады. Борис жауап орнына басын шайқады. «Қашан келеді? Тез келеме?» деп тағы сұрады Серік. Борис аз кем үнсіз жатты да: «Келеді, бүгін келеді» деді оны жұбатып. Сөйткенше болмай, үстен сым арқылы өзіміз деген белгі берілді де, Анна Ивановна мен Мария жер үйге сөйлей кірді. Сәті түсіп листовкаларды түгел таратқаныңыз жақсы болған екен. Мен де жаңа ғана келдім. Аман болса, Николай мен Константин де бүгін ертеңдер келіп қалар, деп Мария өзі естіген жаман хабар есіне түсіп кетіп, ернін тістеп тұра қалды. Борис пен Серік бұл кезде жуынып жатыр еді. Мамаларының келгенін көріп қатты қуанысты.
Анна Ивановна балаларын алма-кезек құшақтап сүйіп тұрып, Мария бетіндегі ренішті байқамай қалды. Айтсам бекен, қалай айтамын? Жоқ, әуелі Николайға айтайын. Сонсоң айтама, жоқ па, сол тапсын ақылын деген қорытындыға келді де, Мария тамақ әкелейін деп үске шығып кетті. Галя, сыртқа шығып село жоқты байқап тұршы, деді Мария кітап оқып отырған сіңлісіне. Галя басқыншылар келгелі өзінің күнделікті орындап жүрген міндетін атқаруға үндеместен есікке қарай бет алды. Мария стол басында отырған Николай мен Костяға жақындап келді де: Николай, Анна Ивановнаның әкесі мен шешесін және 4-5 адамды ұстап, гестапошылар сол өз селоларында асып өлтіріпті. Селоға лаң салып тұрған әлгі староста шал мен оның қызы көрінеді, деді. Сен, немене, оны өзіне айтып қойдың ба? Деп Николай еденді қолымен нұсқады. Жоқ, айтқаным жоқ. Бәсе, әзір айтпау керек. Ол ұйым туралы бүгін Иван Кузьмичпен ақылдасамыз. Иә, бұл туралы Анна Ивановнаға сездірмеу керек. Онсыз да оның қайғысы жеткілікті, деп Константин Шевченко да сөзге араласты. Осы сәтте терезе алдынан өтіп бара жатқан Галя терезе шынысын 2 рет шертіп қалды. Бұл полиция келе жатыр деген белгі болатын. Костя дереу жер үйге түсіп кетті. Үй иелері өздерінің үй шаруашылықтарымен айналысқан болды. Үйге 2 полицай кіріп келді. Олардың соңынан үйге Галя да кірді. Пан Абраменко, халіңіз қалай? Деп алдыңғы бұжырбет мосқал полицай үй иесінің амандығын сұрап, төрдегі стол басына барып отырды. Абраменкоға пан деген сөз тікенше қадалғанмен, ол сөзді жаратпаған күй сезімін білдірмеуге тырысып: Халдің несін сұрайсыз? Үйде отын жоқ. Отын жоқ болған соң береке де кірмейді ғой үйге. Қазір отынға барғалы дайындалып жатыр едім, деді Абраменко қолындағы қайрап отырған балтасын көрсетіп. Абраменконың бұл қимылында түбінде осы балтамен сендердің де тамырларын қиылады дегендей бір үнсіз белгі де жалт ете қалғандай еді. Екінші ұзын бойлы, шекіл сары полицай тіл қатпастан стол жанындағы орындыққа келіп отырды. Екеуінің де ауыздарынан самогонның сасық иісі аңқиды. Еріндері кеберсіп, көздерінің төңірегі ісіп кетіпті. Мария сыртқа шығып кеткен кезде мосқал полицай арағың бар ма дегендей Абраменкоға қарап, добалдай саусағымен тамағын шертіп, ыржиып күлген болды. Қайдан болсын? Жоқ, деді де Абраменко ішінен: Иттің ғана балалары, қарашы, өздерінің арақ сұрап сүйретілуін, деп сыбап алды. Әлгі полицай онда кеттік дегендей серігіне қарап есік жаққа қолын сермеді. Екеуі үйден шығып, бірімен бірі күңкілдесе сөйлесіп, аяқтарын теңселе басып, селоның екінші жағына қарай кетті. Ертеңінде ел орынға отырған кезде терезе қағылды да: Николай Михайлович, есік аш, мен ғой, деген бір ер адамның даусы естілді сырттан. Абраменко елең етіп: Бұл кім болды екен? Деп сәл кідіріп Марияға қарады да есік ашты. Сып беріп үйге бір 17-18-дерге келген орта бойлы, қою қара шашты, қара торы бала жігіт кіріп келді. Бұл осындағы астыртын комсомол ұйымының мүшесі Иван Гаман еді. Ол үйде бөтен ешкім жоқ па дегендей төргі бөлмеге басын сұғып қарап, үйде өздері ғана екеніне көзі жеткен соң қайта Абраменконың жанына келді. Не жаңалық бар деп сұрады үй иесі келген жігіттен. Николай Михайлович, жаңалық көп. Біздің үйге кеше түнде Иван Кузьмич келді. Иван Кузьмич примак, алып денелі, жасы 30-дардың ішіндегі жалынды, отанның қажымас солдаты еді. Осы Киев, Полтава облыстарында партизандар қозғалысын ұйымдастыруға әдейі қалдырылған. Ол, міне, Мироновскідегі, Переяслав, Канев аудандарында болып, осы Ржищев ауданында 2-ші рет келген еді. Бұл сапарында осы аудандағы астыртын ұйымның жұмысымен танысып, олардың алдағы іс-әрекеттеріне жөн сілтеп, ақыл бермек. Шын ба? Ол қазір қайда? Деп Абраменко Иванның сөзін бөліп асығыс сұрау берді. Біздің үйде. Мені сізге жіберді. Сізге жолыққысы келеді. Ендеше осында жеткізіп сал. Ол жалғыз жүрме? Жалғыз. Гаман асығыс үйден шықты да
Үй артындағы шие ағашына байлаулы тұрған кер атқа қарғып мініп, көзден ғайып болды. Абраменко Гаманды шығарып салып үйге кірді де, есіктің ілгегін іліп, қуанышы қойнына сыймай жер үйге түсіп кетті. 3-4 ауданның астыртын ұйымдары бір-бірімен байланыс жасап алған кез болатын. Енді әрбір ұйымда отряд құрып, ашық күреске шығуға қызу дайындалып жатқан. Май айының маужыраған қоңыр кештерінің бірі еді. Шөп көтеріліп, ағаштар жасыл жапыраққа оранып, орман тоғай сәніне келіп қалған. Бір топ астыртын ұйым мүшелерінің түнгі операция жасауға шыққан жорықтарының бірінде бір қоян жүрек қашып кетіп, жандармдардың қолына барып түсті. Соның көрсетуімен село-селодағы астыртын ұйымдармен байланысты ол білетін адамдар тұтқынға алына бастады. Бір күні тұтқиылдан келді де, жандармдар Абраменконың семьясын тұтқынға алды. Абраменконың әйелі Мария, балдызы Галя қапылыста қолға түсті. Үй ішінде қолға түсе тұра, Мария жендеттердің көзін ала беріп, жер үйдегі Анна Ивановналарға біз қолға түстік, бақ ішіндегі есіктен шығып кетіңдер деген хабарды арнаулы сым арқылы хабарлап та үлгерді. Абраменконың 5 жасар Виктор деген баласы Гаман үйіне түнегендіктен қолға түспей аман қалды. Абраменконың өзі ерекше бір тапсырмамен екінші бір ауданға кеткен. Одан әзір хабар ошар жоқ. Анна Ивановна Серік пен Бористі және астыртын ұйымның 2 мүшесін ертіп, күн бұрынғы келісім бойынша жер асты арқылы шие бағы ішіндегі есік аузына келді. Дала әлі жарық екен. Далаға шықса, әлі жаңа ғана бүрлеген шие ағаштары бұл бесеуін жасырар болмаған соң, сол ауызда аялдай тұруға тура келді. Қалай ғана бұлар қолға түсті екен? Бұларды дәуде болса, біреу ұстап берді ғой. Сонда да ол азғын кім болды екен, деп ойлап отырды да. Жоқ, күдіктенері жоқ. Бұларды не болғанда да анадағы операция кезінде қашып кеткен қорқақ ұстап берген шығар. Енді Гаман семьясын сақтап қалу керек деген қорытындыға келді Анна Ивановна. Гамандар атанадан 4 еді. Әке-шешесі соғыстың алдында қайтыс болып, 4 бала жетім қалған. Оның үлкені Иван 17-де, комсомол мүшесі, комсомолдардың астыртын жұмысының басшыларының бірі. Онан кейінгілері Мария, Галя және Миша. Аралары 2 жастан. Ең кішісі 11-дегі Миша болатын. Олар қазір сонда қонып жатқан Абраменконың Витясы мен өрімдей 5. Осы 5-ін ойлағанда Анна Ивановнаның денесі тітіркеніп кетті. Енді не істеу керек? Қазір оларға тезден хабар бермесе, Гаман семьясы да тұтқындалады. Тіпті Иванға немістер күдік туғызбағанмен, Витя үшін оларды да тұтқынға алып асады. Абраменко семьясын көрсеткен жауыз оның семья құрамын да тізіп айтып берді ғой. Сонда бұларды қазір тұтқындап жатыр. Николай Михайлович үйде жоқ. Оны басқа жақтан іздейді. Не жортуылда жүрген партизандар қатарында деп есептейді. Ал кішкентай Викторды жендеттер алыстан іздемейді. Осы төңіректегі селолардан іздейді. Қай селода, қай үйде болуы керек екенін, Виктор қай үйдің балаларымен үйір екенін жендеттерге жорамалдап айтатындар бұл селодан табылмайды деймісің? Табылады. Олай болса, оны да табады. Жоқ, таппасын, таптырмау парыз. Ол үшін сәбиді жасыру керек деген алай-дүлей ой толқыны үстінде мейірімді ана жүрегі 9 тебіреніп, 10 ойнақшыды. Анна Ивановна ақылды қой көзін қарсы алдында отырған Бориске қадады да. Боря, анада түнде Серік екеуің Иван деген жігітке еріп, селоларға листовка таратқанда, сол Иванның өз үйінде болдыңдар ма деп сұрады. Борис ойланып қалды да. Гаман Иванның ба? Әлгі Миша деген кішкене інішегі бар Иванның ба? Деді шешесіне қадала қарап. Иә, сен қазір сол үйді таба аласың ба? Таба алсаң, қазір қалай да солармен байланыс жасап, сақтандырып қою міндет боп тұр. Борис, таба аламыз ба дегендей Серікке қарады. Манадан бері ана сөзін ұйып қана тыңдап отырған Серік. Таба аламыз, мен табамын. Ол мына жақтағы хуторда деп, түстік батыс жақты кішкене қоп-қоңыр сұқ саусағымен нұсқады. Анна Ивановна, сен тапқаныңмен сені күндіз жіберуге болмайды ғой дегендей Серікке қарап езу тартып күліп қойды.
Бұл кезде аудан-ауданға, село-селоға 10-11-дегі қазақ баласы мен 12-лердегі орыс баласын ерткен 30-дардағы толықша келген ақ-сары украинканы ұстауға әскери коменданттардан бұйрық келген болатын. Әрине, тыңшылар үшін бұларды көрген жерден тапжылтпай ұстап беретін белгі біздің кішкентай серіктің көзге түсер қаралығы. Сондықтан оны түнде болмаса күндіз жұмсауға болмайтын еді. Борис пен серікті Иван үйіне қалайда болмасын ретін тауып жіберуге бел байлады да, Анна Ивановна шығар жасырын тесіктің қақпағын сәл көтеріп, бақ ішін шолып қарады. Маңайда өздерінен басқа тірі жан көрінбейді. Шие ағаштарының тасасынан үйде көрінбеді. Онда қазір не болып жатқаны белгісіз. Анна Ивановна жасырын орнына қайта келді де: «Ал, жолдастар, не істейміз? Балаларды гаманға жібереміз бе?» деп жанындағы астыртын ұйымның екі мүшесіне алма-кезек қарады. «Қайдан білейін, бұл жердің жағдайы бізге таныс емес. Сол балалар айтып отырған хуторды, гаман үйін білсек, біздің біреуіміз-ақ барар едік. Таба алмай жұрт көзіне түсіп қаламыз ғой», деді Анна Ивановнаға жақын отырған біреуі. «Жоқ, сіздердің біреулеріңіз барсын деп отырғаным жоқ. Балаларды жібереміз бе? Жоқ, кешті күтіп бәріміз бірге барамыз ба? Меніңше, кешке қалдырсақ, ол семьядан да айырыламыз. Сондықтан Боря ол үйді таба алса, жіберу керек дегенді айтты тағы әлгі адам. Боря жалғыз таба алмайды ғой деймін. Ол табатынына онша сенімді емес көрінеді. Ал мына серік өте жершіл. Бұның қатесіз табатыны анық. Сол үшін бұл екеуін де жіберсек. Өйткені хуторға жеткен соң, ол үйді серік көрсетіп жіберсе, Борис барып оларға хабарлайды. Ал Сережа бір шұңқырға жасырынып күте тұрсын. Әйтпесе, серікті біреу-міреу көріп қойса, бірден күдіктенеді. Ал егер опасыз біреу-міреу кездессе, ұстап беретініне сөз жоқ, деді Анна Ивановна. Қасындағы жолдастары да бұл пікірді талассыз қолдады. Оларды жолға шығаруға дайындап болған Анна Ивановна балаларының міндетін әбден түсіндіріп айтты да: «Әйтеуір байқаңдар, жолмен жүрмеңдер, адамға кездесуші болмаңдар. Иван Гаманға мына хатты беріңдер. Бүгін түнде кездесер жерді ол біледі. Солармен бірге болыңдар. Біз сендер барған жерде түнде барамыз. Мұнда қайта келуге болмайды», деп екеуін бетінен сүйіп, тесіктен шығарып жіберді. Екі бала селоның шығыс жақ шетіне 200 метрдей жақындап келді де, бір топ бүргеннің түбін паналап отыра кетті. Екеуі де ентіге деміге дем алып, село жаққа ұрлана қарайды. Село көшелерінде ойнап, жүгіріп жүрген некен саяқ балалар көрінеді. Анда-санда шәуілдеп үрген ит даусы естіледі. Басқадай бейсауат ештеңе байқалмайды. Соны көңілге демеу тұтқандай болған Борис: «Хуторға немістер әлі келген жоқ екен», деді, хутордан көз алмай қарап жатып. «Онда жүр, хат апарып берейік. Иван Гаманның үйі анау түтін шығып жатқанның бергі жағындағы кішкентай ақ үй. Таныдың ба? Оның есігі алдында үлкен тал бар еді ғой». «Тал болса, әне, талының басы да қылтиып көрініп тұр ғой. Есігі арғы жағында. Сондықтан қадағалай қарамаса жөнді байқалмайды бұл жерден. Онда сен осы арада мені күте тұр. Сәті келсе, мен апарып беріп, тез орала қояйын». «Мен де барамын», деді серік орнынан көтеріле беріп. «Жоқ, мамам тек біреуін ғана бар. Серік селоға көрінбесін дегені қайда?» деп Борис серіктің баруына қарсы болды. «Біреуің бар десе, мен барайын», деді серік тағы. «Сережа, саған баруға болмайды. Сені көріп қояды. Сен белгілісің», деді тағы да Борис. Серік өзінің үстіндегі киімдеріне қарады да, жөнді ештеңе түсінбеген қалыпта: «Қалай белгілімін?» деп таңдана сұрады. «Жандармдар бізді, мамамды іздеп жүр. Сонда жанында бір сары, бір қара баласы бар әйелді көрген жерде ұстау керек депті. Мұнда мен сияқты сары балалар көп. Ал сен сияқты қап-қара балалар жоқ қой. Сондықтан сені олар танып, комендантқа хабарлап қояды. Есіңде бар ма? Былтыр атамның үйінде тұрғанымызда комендантқа бізді ұстап бергенін. Қашып кетпегенде бізді асып өлтіретін еді», деді Борис. Бұрын өзінің мұндай ерекшелігін сезбей келген серік ойланып қалды. Бұл жөнінде көңіліне келіп,
Бала өзінен өзі күдіктеніп жатсынады екен деп ойламасын деген байламмен жүретін Анна Ивановна Серікке еш нәрсе сездірмейтін. Оны Бориспен бірдей ұстауға тырысып бағатын. Сондықтан да Серік Борис не істесе соны істеп, не сөйлесе соны сөйлеп үйреніп кеткен. Анна Ивановнаны Борис сияқты Серіктің де мама дейтіні сондықтан еді. Серік қарақаттай мөлдіреген кішкентай ойлы көзін Бориске қадап біраз отырды да: «Онда бар, мен күте тұрайын, тез кел» деп сол жерде бүрген түбінде қала берді. Борис аяғын тездете басып хуторға қарай жүріп кетті. Серік Бористің соңынан қарап жатыр. Көз жазып қалмайын дегендей кірпік қақпай тесіле қарайды ол. Борис әне хуторға жетті. Шеткі үйдің арт жағынан оралып бақ ішіне кірді. Көрінбей кетті. Біраздан соң екі бала бақ ішінен шыға келді де, жүгіргеннен жүгіріп селоның шығыс жағындағы сайға түсіп көрінбей кетті. Оның соңынан екеу келе жатыр. Мұның үлкені Иван, кішісі Борис екенін Серік таныды. Олар да әлгі кеткен балалардың соңынан бет алды. Бірақ арқалаған заттары бар, жүгірмей жай кетіп барады. Арт жақтарына қарай береді. Жыраның дәл жанына барғанда, Борис Серік тығылып жатқан жаққа қарап, шақырғандай қолын бұлғады да, жыраға түсіп, жоқ болып кетті. Серік орнынан тұрып, жыраға қарай жүгіре басып кете барды. Дәл осы кезде Македон селосынан 3 машина толы жандармдар шыға келді. Машиналар бірінің соңынан бірі екпіндей жүріп келіп, хуторға кіріп тоқтады. Көк, қара киімді жандармдар машинадан түсіп, үйлерге қарай жүгіре басып кетіп барады. Қырықтарды қусырған, орта бойлы, шүңірек көз біреу қолына келдек ұстаған неміс офицерінің жанында иесіне еркелей ерген итше еңкеңдеп басып келе жатыр.